Мемлекеттік кірістер департаменті биылдан бастап кеден жаңа ақпараттық жүйесін енгізу бойынша пилоттық жобаны іске асыруда. Жетісу облысындағы жаңа ақпараттық жүйе халықаралық стандарттар мен озық тәжірибеге сәйкес әзірленді. Ол мемлекеттік шекарадан өту уақытын қысқартуға ықпал етеді. Мәселен, жаңа жүйенің арқасында жүк тасымалын өңдеу және кедендік бақылау уақыты 2 есеге қысқарған. Айта кетейік, бұған дейін тұлғалардың жеке пайдалануына арналған тауарларды тіркеу және есепке алу үшін 2005 жылы енгізілген екінші кезектегі кедендік автоматтандырылған жүйе пайдаланылатын болған. Кеден ақпарат жүйесі қосылғаннан бері 106 мыңнан астам жеке тұлғалар қаргос ішіне кіріп өздерінің саудаларын жүргізді. Қазіргі кезде бұл ақпаратты жүйе үлкен көмек жасап жатыр. Бұрынға қарағанда туристарды, адамдардың уақыттары 2 резге артпайды. Бұл жерде айтып кететініміз, бұл жүйеміз пайдалануға бергеннен бері көп нәрсе автоматтандырылды.